Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз өте дәмді песочный тестодан ұйғыр самсаларын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Бұл самсаның басты ерекшелігі мұздатқышта 1-2 айға дейін сақтауға болады. Описание бөлімінде барлық ингредиенттері жазулы тұр. Ең әуелі қамырын жасаймыз, кеттік. Алдымен сары майды осылай ұнға араластырып, үкіштің ең үлкен бөлігінен осылай жақсылап барлығын өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде қыздар үкіштен өткіземіз. Сары май менде 70%, сіздерге де 70%-дан жоғары, яғни майлығы 70%-дан жоғары сары майды пайдалануға кеңес беремін. Мінекей сары майдың барлығын үкіштен өткізіп болған соң, енді қолымызбен ұн мен сары майды жақсылап осылай араластыратын боламыз. Біздің тестамыз дайын болды, енді арасына құятын салмасын әзірлейміз. Ол үшін кез келген пайыздағы қаймақты аламыз. Менде 20% қаймақ, оған бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап барлығын венчиктің немесе қасықтың көмегімен жұмыртқамыз езілгенше осылай араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін келесі кезекте бір шай қасық алма уксусын қосамыз. Міндетті түрде қыздар алма уксусын қосыңыз, сол кезде сіздің самсаңыз қытырлақ болып шығатын болады. Мінекей барлығын араластырып болғаннан кейін енді салмамызды құйып, жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізге кәдімгідей қолға жабыспайтын, тестісі жұмсақ осындай қамыр пайда болады. Енді бұл дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа алып қоямыз. Менде 45 минут шамасында тұрды қамырым тоңазытқышта. Енді оны пакеттен алып, ұнды жайып, үстеріне сеу, осындай жұмсақ қамырды жаятын боламыз. Бұл қамырдың ең басты ерекшелігі қыздар, жан жақтары осылай дөңгелек болмайды. Бұл еш нәрсе етпейді. Өйткені біздің қамырымыз песочный болғандықтан жан жағы әртүрлі болып шығу керек. Бірақ та бізге ең маңыздысы жұқа болса болғаны. Жақсылап барлығын жұқалатып жайып болғаннан кейін енді дәл сол самсаға дайындалған майды, пайдаланған майды ертіп аламыз. Осылай еріген, бірақ ыстық емес сары майымызды барлық жаңа жайылған қамырымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Видеоның описание бөлімінде қанша грамм қосу керек, соның барлығы жазулы тұр. Описание бөліміне өтіп, осылай қарап шықсаңыздар болады. Май міндетті түрде барлық шетіне жағылуы керек. Сол себепті мұқият жағамыз қыздар. Мінекей майымыздың барлығын жағып шықтық, біркелкі етіп. Енді видеодағыдай арасын тығыздап осылай орайтын боламыз. Біркелкі етіп ораған жақсы, сол кезде біздің майымыз барлық самсаның, яғни қамырдың барлық жеріне салынатын болады. Осылай видеодағыдай ораймыз. Дайын болған қамырды мұздатқышқа 1 күнге алып қоямыз. Асығыс болмаса қыздар 3-4 күнге қойсаңыз болады. Өйткені сол кезде майы қамырға сіңіп, өте дәмді және де қатпарлы болады. Салмасын қыздар әртүрлі етіп жасауға болады. Мінекей осылай әдемілетіп, енді әртүрлі формада самсаларымызды түйіп дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде лайк басып, ұнап жатса, комментарияға өз ойыңызды жаза кетсеңіздер, мен үшін ол өте қатты маңызды. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.